30-дан асып барады. Злиханың 4 ұлы тіреп тұр. Бірі ірі кәсіпкер болса, бірі мемлекеттік мекемеде басшы, енді бірі атағы әжептәуір әнші, кенжесі орталық аурухананың бас дәрігері. Береке байлықтары асып тасқан бұл отбасы көпке үлгі болардай-ақ. 4 ұлдан тараған немерелер де бұл әулеттің абырой беделін, берекесін арттырғандай. Немерелер де шеттерінен білімді, өнерлі, өте тәрбиелі. Шетелде білім алып, сол жақта жұмыс істеп жүргендері бар. Кәсіп ашып, тірлігі озғандары, ғылым, спорт, өнер саласында жетістікке жеткендері бар немерелерінің арасында. Бала-шағасының абырой беделінің арқасында Злиханың табаны жерге тимейді. Ағайын туыс, ел жұрты төбесіне көтеріп, төріне отырғызады, аузын бағады. Өсіп өнген өнегелі әулет деп қарайды көпшілік. Әттең, мұның бәрі өткен күннің еншісінде қалып бара жатқандай. Атақ, абырой, байлық құр бекер екен, көңіл тоқ болмаса. Сырғыған уақыт Злихаға уайым жүктеуде. Берекесі тасқан бұл әулетке той-думан бұйырмаған секілді. Өйткені немерелерінің алды 30-дан асса да, оң босағада отыр. Әлі күнге ешбір немересі тұрмысқа шығатын ойларында жоқ. Тұңғыш немересі күйеуге тимеймін, баланы кейінірек өзім үшін туып аламын десе, кейінгісі карьераның соңында жүр. Ізінен ерген бауырлар да осы іспеттес. Барлығы бір ауыздан келісіп алғандай. Тұрмысқа шығу мәселесін қозғаса, үрке қарайды. 4 ұлдың ішіндегі кенжесіне бұйырған әулеттің ізбасары жалғыз ұл Қуаныш шетел асып кеткен. Шетелдің азаматтығын алу үшін өзінен үлкен балалы әйелмен көңіл жарастырыпты деген сыбыстар есуде. Злиха перзенттеріме дұрыс тәрбие бердім, өмірден өз орындарын тапты деп марқайып отыратын. Бұл күнде әулеттің бағы тек өзі дүниеге алып келген перзенттерінің өсіп өнуімен ғана шектелмейтінін ұғуда. Немерелер, олардың өмірі, отбасылық өмірлері, неге кілең қыз немерелер әулеттің оң босағасында елеусіз қалып отыр? Олардың бағы қашан ашылады екен? Қашан немерелерін ұзатып, құда жекжат арттырады? Жалғыз ұл немере қашан елге оралып, келін түсіреді? Соңғы кезде бір ой маза берер емес Злихаға. Өз ойынан шошиды да. Өткен өміріне көз жүгіртсе, 4 келіні де жап-жас күйінде босаға аттапты. Екеуі 16 жасында, кейінгілері 18-ге толмай жатып келген. 4 ұлы да үлбіреген жап-жас қыздарды бірінен кейін бірі шаңыраққа келгенде бүкіл ауыл таң қалып еді. Ұлдарының да отбасылық өмірлері бірден құрала қойған жоқ. Келіндер жас болғандықтан алғашқы кезде түсініспеушіліктер болды. Көз жас көп төгілді. Мен мектепті бітіре сала келін болып келдім. Өмірде не көрдім? Түк қызық көрмедім. Осы үйдің отымен кіріп, күлімен шығып жүрмін деп үлкен келін күңкілдесе, кейінгісі мен оқуым керек еді. Оқуға құжат тапсырып жатқан жерімнен алып қашып кетті. Отырсын мынау енді, бала басты болып деп ол керілетін. Кейінгі 2 келін өз еркілерімен босаға аттаса да сыртқы өмірге елеңдеп тұратын. Злиха олардың отбасылық өмірге икемделуіне көп тер төкті. Әйел үшін отбасы бақыты алғашқы орында тұратынын келіндеріне түсіндіру үшін талай шашыда қарған. Ененің қатал тәртібі мен күйеудің талабына көнгісі келмей, көкбеттенген келіндер біраз өнерлерін де көрсеткен. Үйлену оңай, үй болудың қиын зардабын алғашқы кезде бұл әулет көп тартты. Уақыт өте, немерелер дүниеге келген соң күндері бір сарынға түсе бастады. Перзенттері бірінен кейін бірі еншілерін алып, үлкен қалаға аттанды. Қара шаңырақта кенже ұл қалды. Тіршіліктері дөңгеленіп, тұрмыстары оза бастағанда немерелер де өсіп қалыпты. Әр нәрсені тереңінен пайымдай білетін Злиха кейінгі кезде өткен өмірін көп ойлайтын болып жүр. Босаға аттаған
жап-жас келіндерінің сол уақыттағы айтқан кей сөздері де ойына орала беретін болыпты. Махаббат деп өліп бара жатсаң да, ерте тұрмысқа шықпау керек. Мен өкінемін, өз қыздарымды басқаша тәрбиелеймін. Жоғары білім алып, жұмыс істеп, ел жер көріп, әбден ақылың толысып, отбасылық өмірге дайын болғанда тұрмысқа шығу керек екен. Не өмір менікі? Азаннан кешке дейін үйдің отымен кіріп, күлімен шығып, деген ақылын кейінгі 3 келіні де мақұлдап, бас изеп отырғанын бұл есік сыртында тұрып тыңдап еді. Бас шайқап күрсінген еді. Сәйкестік пе? Әлде расымен де келіндері немерелеріне солай тәрбие берді ме? Мүмкін 4 келіннің сол кездегі өмірлеріне деген өкпесі, әулеттегі қыздардың бағын байлап, жалғыз немере ұлды өзіне үлкен әйелге басын байлап қойды ма? Көзі тірісінде ең болмағанда бір немересінің ұзатылып тұрмысқа шыққанын көргісі келеді. Бұл жайында ойлаған сайын келіндерінің алғаш босақ аттаған кездегі үрпиген бейнелері көз алдында көлбеңдеп қоя береді. Олардың сол кездегі наразылықтары немерелерінің тағдырына әсер етпесе жарарды. Зылиха солай ойлайды. Ал сіз қалай ойлайсыз? Әулеттің қыздары 30-дан асып барады. Тұрмысқа шығатын,